Қайырлы күн. Бүгін біз бетті көтеруге арналған жаттығу жасаймыз. Бұл жаттығуға ешқандай қолды пайдаланудың қажеті жоқ. Бұл жаттығуды кез келген жерде жасауға болады. Серуенде жүргенде, немесе демалыс кезінде, перерыв кезінде, машинада жүрсеңіз жасасаңыз болады. Олай болса, кеттік. Ең алдымен кеудемізді ашып, арқамызды, денемізді тік ұстаймыз. Осы қалпымызда мойнымызды оңға және солға кезек-кезек бұрамыз. Келесі жаттығу мойнымыздың алдыңғы бөлігіне арналады. Мойнымызды осылай оңға жайлап, жоғары қарай көтеріп, созып, ұстап тұрамыз. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Келесі жаттығу мойнымызды алдыға және артқа кезек-кезек жылжытамыз. Сондай-ақ толықтай созып төмен қарай түсіруге тырысыңыздар. Бізде жаттығу ерннің жанындағы бұлшықеттерді қатайтып, сондай-ақ ерін жанындағы әжімдерді кетіріп, сонымен қатар жақты қыр шығаруға арналады. Ол жаттығу өте оңай. Осылай ернімізді жиырып және созамыз. Сондай-ақ ерін жанында әжім болмауын қадағалаймыз.
келесі жаттығу ерін мұрын қатпарларын кетіруге арналады. Ол үшін тілімізбен мұрынның жанынан төмен қарай жылжытамыз. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Енді тілімізбен ауыз қуысын толықтай айналдырып шығамыз. Енді кері бағытқа айналдырамыз. Келесі бізде жаттығу көздің айналасындағы қара шеңберді кетіріп, сондай-ақ көздің астындағы ісікті кетіреді, көздің айналасындағы әжімдерді кетіруге арналады. Ол үшін тілімізді екі тістің арасына қойып, бетімізді жайлап жоғары көтереміз. Сондай-ақ көздің жанында әжім болмауын қадағалаймыз.
және соңғы жаттығу, ерніміздің ұшын жоғары көтереміз. Бар болғаны 10 минутта осындай керемет жаттығулар жасауға болады. Кем дегенде өзіңізге ұнаған бір жаттығуды күнделікті жасасаңыз айтарлықтай результатқа, нәтижеге жетуге болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сондай-ақ каналға тіркеліп пікір қалдырып бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.